прокуратура органдары елді мекендердің ластану проблемаларын шешу жұмысын ұйымдастыруға тікелей қатысуда. Қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру заңдылығы мәселелеріне ерекше назар аударылады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, елде жыл сайын 4,5 миллион тоннаға жуық коммуналдық қалдықтар түзіледі. Ғарыш қызметі саласында жұмыс істейтін Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы акционерлік қоғаммен өзара іс-қимыл шеңберінде прокурорлар оның спутниктері мен ғарыштан түсірілген суреттерін көмегімен онлайн режимде мониторинг жүргізіп, елдің бүкіл аумағында заңсыз қоқыс үйінділері мен полигондарын анықтайды. Осының нәтижесінде жыл сайын Қазақстан бойынша осындай 5-7 мыңға дейін учаске анықталады. Қадағалау актілері бойынша кінәлілер, оның ішінде барлық деңгейдегі лауазымды тұлғалар, әкімдер, бақылаудың жоқтығы және қоқысты жою бойынша пәрменді әрі уақытылы шаралар қолданбағаны үшін жауапты болады. Соңғы 2 жылда облыс прокурорлары жергілікті атқарушы органдардың 295 лауазымды адамды әртүрлі жауапкершілікке тартылды. 2,1 миллиард теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынып өндірілді. Прокурорлық ден қою шараларымен 500-ден астам рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері жойылды. Сонымен қатар, қалыптасқан жағдайдың себептері мен шарттары заңды полигондардың болмауы немесе олардың толып кетуі, полигондардың экологиялық, санитариялық және өрт нормаларына сәйкес келмеуі болып табылады. Мәселен, еліміздің 12,6 мың елді мекенінен мамандырылған полигондар мен елді мекендердің 4-тен 1 бөлігі ғана қамтамасыз етілген. Осыған орай, экология органдарымен және әкімдіктермен бірлесіп, полигондарды заңнама талаптарына сәйкес келтіру шаралары қабылдануда. Сонымен бірге, прокуратура органдары азаматтар мен қоғамдық ұйымдардың осы саладағы жүйелі бұзушылықтар туралы кез келген өтініштерін осы бұзушылықтарды уақытылы анықтап, жою үшін тұрақты негізде қабылдайды және жұртшылықпен өзара іс-қимылды жақсарту жолдарын іздейді. Мысалы, Жамбыл облысында прокуратурамен үйлестіруімен қалдықтардың онлайн картасы атты жоба іске асырылуда. Ол тұрғындардың стихиялық қоқыс үйінділері туралы хабарламаларын автоматты түрде қабылдап, өңдеуді және келіп түскен сигналдар бойынша кері байланысты көздейді. Сонымен қатар, Қызылорда облысы мен Абай облысында коммуналдық қызметтер қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау, тасымалдау, сұрыптау және көму бойынша көрсететін қызметтердің жоғары тарифтерін қолдану фактілері анықталды. Іс жүзінде аталған қызметтердің сұрыптау және көму іс-шараларын жүргізбегені анықталды. Осыған байланысты тарифтерді қайта қарау үшін прокурорлық қадағалау актілері енгізілді. Қызылорда облысында оларды төмендету бойынша шаралар қабылданды. Абай облысы бойынша заңсыз нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды. Төмен тарифтерді белгілеу үшін қайта есептеу күтілуде. Бүгінгі таңда үкімет коммуналдық қалдықтарды жинау, сұрыптау және өңдеу жүйесін жетілдіруге, атап айтқанда, жеңілдікпен қаржыландыру тетіктерін бекітуге және қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу зауыттарын жаңғыртуға бағытталған шаралар қабылдауда. Сонымен қатар, Бас прокуратура біздің азаматтарымыздың назарына мемлекеттік органдар қалдықтармен жұмыс істеу жүйесін дамыту бойынша жүргізіп жатқан жұмыстың табыстылығы мен тиімділігі мемлекет пен қоғамның, яғни әрқайсымыздың бірлескен күш-жігеріміздің нәтижесі болып табылатынын жеткізуді қажет деп санайды. Сондай-ақ, қалдықтарды заңсыз орналастыру әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 344 бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа әкеп соқтырынан түсіндіреміз. Оның санкциясы лицензияны тоқтата тұра отырып, экономикалық пайда сомасынан 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін 100% мөлшеріндегі айыппұлды көздейді. Біздің президент айтқандай, өйткені өз отанын үшін сүйетін адам оның табиғатын қорғайды. Сондықтан балаларға экологиялық тәрбие беру маңызды. Оларды табиғатқа жанашырлықпен қарауға үйреткен жөн. Егер сіз экологиялық заңнаманың бұзылғанына куә болсаңыз, прокуратура органдарының кол орталығына 115 нөмірі бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.